создың, иә? Анашым, сіздер не істеп жатырсыздар? Аяулап кеңнің кішкентайы бірге толған. Сол тұсауын кесіп берші дегенге Мерей екеуміз ала жіп есіп отырмыз. Бірақ неге осы ала жіп ала болады? Мен білем, айтайыншы. Себебі ешкімнің ала жібін аттамай өте адал адам болу кешесің. Тамаша, жақсы түсініпсің. Тұсау кесер дәстүрін білесің ғой? Иә, баланың алғашқы қадамы. Сол алғашқы қадам бабаларымыз үшін өте маңызды болған балам. Қазақ баласының алғашқы қадамын адалдықпен байланыстырған. Өмірге адал аттанса, әр ісі адал, иманы берік болса деген. Бұл күрмеу ала жіптен жасалған. Қазақтың адалдыққа қалдырып кеткен аманаты балам. Аманатқа қиянат жасамайды. Қайдағы адалдық? Осы дүниеде барлығын сатып ала болады ғой. Қызықсың балам. Барлығы сатады деп бізде сөйтеміз бе? Әр адам өз әрекетіне жауап берсе, қоғам түзеледі. Бірақ мен жұмыс істемеймін ғой. Сенің жұмысың сабақ оқу. Сабағыңды адал оқысаң, яғни әрбір бағаң әділ болса, сенен мықты маман шығады ертең. Түсіндім анашым. Рахмет сізге. Мен мектепке бардым. Жолың болсын балам. Рахмет. Болды ма? Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық шарықтап тұр. Осы індеттен құтылу үшін әр отбасы, әр мұғалім балалардың санасына құю керек. Парақорлық тек үлкендердің ғана дерті емес. Ол бала кезінен де қалыптасатын ауру сияқты. Назар аударайық. Өте жақсы, тамаша. Сен дос дейді ол, маған көмектеспейсің, бір есепті аяп. Ильяс, жоқ, тыңдашы мені. Жоқ, қарашы Ильяс, мен сен ойлағандай аяп шығып емеспін. Соқ болды. Жоқ, Ильяс, қарашы. Бұл бір ғана есеп. Ал өмірде қаншама есебім бар. Мен оның орнына саған көмектесейін. Қалай көмектесесіз? Мысалы, сабақтан кейін қалаламыз. Мен саған осы есептердің қалай шығарылуын көрсете аламын. Келістік пе? Келістік. Қара, ал есеп 342. 342 қалай шықты өйткені үлкен күн шықты, түсінді ме? Иә, X солай шығады. X. Не? Дұрыс. Міне көрдің бе? Оқысам шығара аласың ғой. Еңбек түбі нәтиже. Өте жақсы. Бала өзі әр ісін адал жасау керек. Мысалы, сабақ оқығанда. Әр сабақта баға алғанда академиялық адалдық сақталу қажет. Сонда бала оған үйренеді. Мен былтыр адалдық аралан деген конференцияға қатыстым. Адам екеуміз ақылдас отырып дайындалдық. Адалдық туралы отбасын қалыптастырған, өз ойымды дамытып, жоба ретінде көрсеттім. Мектеп оқушылары адалдық ұғымын қалай түсінеді? Адал ұрпақ болудың қоғамдағы маңыздылығы қандай? Осы сұрақ бойынша адал ұрпақ ерікті мектеп клуб мүшесі, 7-ші сынып оқушысы Анияр Мұқаштың көзқарасын білсек. Егер елдің келешегі адал ұрпақтың қолында болса, сол адал ұрпақтың форматы қалай қалыптасады? Сіздер қалай ойлайсыздар? Бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіздер. Адалдық болу үшін ең алдымен басқа адамдар олай көшіріп не істеуді үйренбеу керек. Шыншыл болу керек. Адал ұрпақтың форматы үлкендердің қолмен қалыптасады. Бірінші патриотизм көріп отырғанда. Ал патриотизм деген не? Ол міндетті түрде қару алып соғысқа бару деген сөз емес. Меніңше патриотизм адамның жасына сай бойында болады. Мысалы, мен патриот болып не істедім? Осы 14 жасымда. Мен ең бірінші сабағымды жақсы оқимын. Бұл да патриотизм себебі ертең елімізге жақсы білімді маман керек. Екінші пазл, ол адалдық. Өмірде адалдық бар. Иә. Тек оны жоғалтпау керек. Ананың балаға деген адалдығы қандай заман болса да ешқашан өзгермейді.
әкенің маңдай тері, ұстаздың адал тәлімі қашан да біз үшін адал болады. Сондықтан біз де адал боламыз. Үшінші, адалдықты сақтап қалатын құрал ол құндылық. Біз үлкендерден отбасы құндылығын түсініп бөлісіп келеміз. Сонымен бірге рухани құндылық, өнер құндылығы, адамгершілік құндылықтары жан жақтап алып жатырмыз. Бұл жерде не айтуға болады? Үлкендердің әлемінде құндылықтарға қаншалықты сақталса, бізде де ол жалғаса келеді. Ал ең соңғысы төртінші пазл. Ол тәрбие, бізге берілген тәрбие. Қазір білім өте биік деңгейге көтерілді. Менің бір мұғалімім ылғи да тәрбиесіз білім адамзаттың хас жауы екенін ұмытпаңдар деп әл-фарабидің сөзін үнемі айтып отырады. Білім адамға қарсы қолданылмауы керек. Ол үшін тәрбиесі дұрыс болу керек. Мен ең бір биік адам, содан кейін білікті маман болуды. Тәрбие тал бесіктен басталады демекші. Анам мені ақ бесікке салып өсірді. Анамнан ақ сүтімен адалдықтың алғашқы дәрумендері ішінді. Қазақта ақ деген тазалықтың, адалдықтың символы. Яғни ол мен жатқан ақ бесік, анамнан емінген ақ сүт.